Ай мектеп. Аланның ойнағысы келді. Алан мен Дана жүгіріп ойнайды. Кім? Алан мен Дана. Дана ойнай ма? Мен бе? Сіз неге бұлай сөйлеп отырсыз? Я, Дана. Аланның есімдіктерсіз сөйлегісі келеді. Нелерсіз? Есімдік дейсіз бе? Ол не? Ойлан. Алан қандай сөздерді айту керек еді? Аға, бұлай сөйлемеңізші. Менің ойнағым келді. Біз жүгіріп ойнаймыз. Сен ойнайсың ба деп неге сұрамайсыз? Біздің жанымызда бізбен аттас басқа біреулер жүргендей болды ғой. Міне, Дана. Біз өз аттарымыздың орнына мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар деген сияқты сөздерді жиі пайдаланамыз. Осылайша зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік дейміз. Зат есім, сын есім, сан есім деген тіркестердің бәрінде есім деген сөз болғандықтан, оның аты есімдік пе? Иә. Есім сөздердің орнына жұмсалатын болғандықтан есімдік деп аталады. Есімдіктер көп пе? Иә, көп. Бірақ мен саған есімдікке жататын сөздерді оңай ажыратудың жолын үйрете алам. Үйретіңізші, біліп алайын. Өз атымыздың орнына қолданылатын сөздерді айттық. Иә, оларды ұмытпастай болдым. Алдымен бір нәрсені нұсқағанда айтылатын сөздерді есіңе түсір. Нұсқағанда айтылатын? Анау, мынау, бұл, сол, осы. Иә, дұрыс. Енді еш деген түбірден басталатын сөздерді санап шық. Ешкім, ештеңе, ешбір, ешқандай, ешқашан, ешқайда. Жарайсың. Әлде, әр деп басталатын және құрамында бір деген сөзі бар сөздердің қатарын жасап шықсаң, есімдіктерді түгелге жуық үйрендім дей бер. Әлде кім, әлде не, әлде біреу, әлде қашан, әлде қандай, әлде қайда. Әркім, әрқайсысы, әрбір, біреу, бірдеңе, бірнеше, әрбір, ешбір, кейбір. Аға, біраз есімдіктердің құрамында сұрақтар болады екен. Дұрыс аңғардың. Сұрау мағынасындағы барлық сөздер жеке тұрып та есімдіктер қатарына жатады. Сонымен қатар, өз деген сөзді және бәрі деген мағынадағы барлық, барша, күллі, бүкіл деген сөздерді ұмытпасаң, тіліміздегі барлық есімдіктерді білесің. Иә, есімдіктер көп екен. Бірақ мен бәрін еске түсіретін тірек сөздерді таптым. Енді Алан мен Дана жүгіріп ойнайды. Қайталайық. Есімдік. Есімдік сөз табы. Зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік дейміз. Мысалы, кім, мен, анау, ешкім, әлдегім, әркім, біреу, өзім, бәрі, тағы басқалар. Есімдіктерді есте сақтау жолдары. Бірінші, адамдар өз аттарының орнына жиі қолданатын сөздер. Екінші,
бір нәрсені нұсқағанда айтылатын сөздер анау, мынау, бұл, сол, осы. Үшінші, еш деген түбірден басталатын сөздер. Ешкім, ештеңе, ешбір, ешқандай, ешқашан, ешқайда. Төртінші, әлде, әр деп басталатын және құрамында бір деген сөзі бар сөздер де есімдіктерге жатады. Мысалы, әлдекім, әлдене, әркім, әрқайсысы, біреу, кейбір. Бесінші, сұрау мағынасындағы барлық сөздер есімдіктер қатарына жатады. Алтыншы, өз деген сөз және бәр деген мағынаны білдіретін барлық, барша, күллі, бүкіл деген сөздер де есімдік болады.